Сәлем қыздар, бүгін сіздермен балды тортын жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен кремімізді дайындап алуымыз керек. Бір ыдысымызға қантты, крахмалды жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін 2 жұмыртқа, 2 жұмыртқаның сарысын салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстінен ыстық сүтімізді құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді осы массамызды қалған сүттің үстінен құйып, отқа қоямыз. Одан кейін астын жағып, қою болғанша тоқтатпай араластырып тұрамыз. Егерде араластыруын тоқтатып қойсаңыздар, асты жабысып қалады. Сондықтан тоқтатпай араластырып тұрыңыздар. Дәл осылай қою болғаннан кейін оттан алып, басқа ыдысымызға аударып аламыз. Одан кейін үстінен сары майымызды қосып, бір келкі болғанша араластырамыз. Бұл жерде қыздар крахмалдың орнына ұн қосуға болама деп көбіңіз жазып жатасыздар. Ұн қосса болады, бірақ дәмі мындай әдемі болмай қалады. Сондықтан міндетті түрде кукурузный крахмалды тауып, соны қолданған дұрыс. Енді осының бетін жақсылап жауамыз. Бөлме температурасында кішкене суытып алып, одан кейін холодильникте 2-3 сағат суытып аламыз толығымен. Енді коржымызды жасайтын боламыз. Бір ыдысымыздың ішіне қант, сары май, балды салып, жақсылап енді осыны оттың үстінде араластырып тұрамыз. Қантымыз ерігенше. Қантымыз ерігеннен кейін оттың астын өшіріп тастаймыз. Одан кейін өзінің сол жылы күйінде соған сармаймызды да ерітіп аламыз. Ыстық болып кетпеу керек. Ыстық болып кетсе, жұмыртқаларыңыз пісіп кетеді. Енді майымыз да ерігеннен кейін барып, бір ыдысқа жұмыртқаны жақсылап араластырып алып, одан кейін бірден құйып, тоқтатпай араластырасыздар жұмыртқаларыңыз пісіп қалмас үшін. Тоқтатпай араластырып тұрасыздар. Одан кейін астын қайтадан жағып, сода немесе разрыхителдеріңізді салып, жақсылап араластырып тұрасыздар. Карамельді түс болғаннан кейін барып, оттан аласыздар. Қайта-қайта айтамын, қыздар, астын міндетті түрде тоқтатпай араластырып тұрасыздар, а то асты жабысып қалады. Енді осы массамызды басқа ыдысқа аударып алып, үстінен ұнымызды салып, қамыр қылып илейміз. Және де ұнды артығымен салмаңыздар, көп салып қойсаңыздар қатты болып қалады. Сондықтан қолға жабысатын болса да ештеңке етпейді. 30 минутқа демалдырып қойған кезінде қолға жабыспайтын болып қалады өзі. Сол кезде жаюға да ыңғайлы болады. Сондықтан ұнын көп салмаңыздар. Сол кезде сіздерде тесталарыңыз өте жұмсақ болып шығады тортты жинаған кезде. Қамырымызды енді 30-40 минутқа демалдырып аламыз. Одан кейін алып, керегінше етіп кесіп алып, домалатып шығасыздар. Одан кейін жұқа етіп жаясыздар. Бетіне пергамент қағазын төсеп жаятын болсаңыздар, жеңіл жайылатын болады және де түп-түзу болып жайылады. Және де қыздар коврикке жайғаннан кейін барып, пергамент қағазына немесе екінші коврикке аударып, сосын барып кесіңіздер. Сол кезде сіздерде әдемі пісетін болады. Егерде сол жайған қағаздарыңызда немесе жайған ковриктеріңізде кесіп пісіретін болсаңыздар, сразу сіздерде духовкадан шығарған кезінде тесталарыңыз қисық-қисық болып пісетін болады. Ал егерде жайған ковриктен басқа коврикке аударып, сөйтіп кесіп пісіретін болсаңыздар, сіздерде ровно болып шығады корждарыңыз. Қызып тұрған пеште 180 немесе 200 градуста 5 минуттан пісіріп аламыз. Дәл осы ингредиент бойынша менде 12 корж шықты. Енді кремімізді дайындайтын боламыз. Ыдысқа сливкиді құйып, морозильникке 10-15 минутқа салып қойдым. Өте салқын болу үшін. Өте салқын болғаннан кейін барып, егерде миксермен шайқайтын болсаңыздар, сіздерде өте қою крем болатын болады. Сондықтан міндетті түрде сливкиді жақсылап салқындатып алыңыздар. Және де ыдыстарыңызды да, венчикті де салқындатып алыңыздар. Енді миксерге салғаннан кейін барып, осылай жаймен қант ұнтағымызды саламыз. Барлығында салып болғаннан кейін миксерді жоғарылатып,
қою болғанша миксерлейсіздер. Примерно менде 2-3 минуттай уақыт кетті. Сіздерде енді өздеріңіздің миксерлеріңіздің күшіне қарайсыздар. Дәл осылай қою болғаннан кейін сразу өшіресіздер, а то іртіп майы шығып кетеді. Салқын қайнатпалы кремімізді миксермен 30-40 секундтай біркелкі болғанша араластырып жібереміз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ, әйтпесе формасын ұстамай қалады. Біркелкі болғанша миксерлеп жіберсеңіздер жеткілікті. Енді осыны жаңағы қоюлатылған сливкиімізбен лопатаның көмегімен бір-бірімен біріктіреміз. Миксермен біріктіруге болмайды, формасын ұстамай қалады. Тек осылай лопатаның көмегімен біріктіресіздер. Осымен өте дәмді креміміз дайын. Енді ары қарай видеодағыдай етіп тортты жинап шығасыздар. Мен 2 торт жинадым. Бір тортты осындай клубникалы начинкамен жинадым, бір тортты тек креммен ғана жинадым. Клубникалы начинканың рецептін ссылкасын мен астына қалдырамын. Сол бойынша сіздер жасасаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Қоспасаңыздар да өте дәмді болып шығады. Екі тортты да жинап алдым. Енді екі тортты да холодильникке кемі 5-6 сағатқа салып қоямын. Одан кейін холодильниктен шығарып, бөлме температурасында тағы да 2 сағат ұстаймын. Сол кезде кремні өте жақсы сіңеді. Сондықтан міндетті түрде холодильниктен шығарғаннан кейін 2 сағат тағы да бөлме температурасында тұрсын. Одан кейін қалағандарыңызша сәндесеңіздер болады. Мен бір тортты осындай шоколадный глазурмен сәндедім. Шоколадный глазурдың рецептін тоже астына жазып қалдыратын боламын. Жан-жағын осылай кесіп алып тастасаңыздар да болады. Және де қалағандарыңызша сәндеп шығасыздар. Шоколадный глазурды құйғаннан кейін холодильникте кішкене ұстасаңыздар жан-жағына ақпайтын болады. Мен ұстаған жоқпын, сразу сәндеп, сразу видеоға түсіре салдым. Қыздар, дәл осы рецепт бойынша менде 2 торт шықты. Мен сіздерге астына жазып қалдырамын. Дәл осы рецептпен 2 торт істесеңіздер де болады, немесе тең жартысын қолданып бір торт істесеңіздер де болады. Енді ары қарай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Егер де видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.